Сәлем достар, бүгін сіздерге мен бір парақтан бір фигурка жасау керек екенін көрсетемін. Ол үшін маркеры, то есть фломастеры, вот, әртүрлі түсті, және маркер, қара или қара ручка, или қара фломастер, и және де біздің карандашымыз, линейкамыз, и өшіргішіміз, и және де шашқышымыз керек болады. Сіздерге тағы қайшы керек болады, и камераның артындағы скотч керек болады. Бірінші біздер, мен сіздерге қазір көрсетемін қалай жасау керек екенін. Сіздерде осындай болып шығады. Мен осы қыз түрін жасаймын. Міне қараңыздар. Осындай қылып жасауымыз керек. Біз қазір 1, 2, 3 деген кезде мына парақта ол появиться етеді. 1, 2, 3. Мен осындай қылып жасайсыздар, көріңіздер мен. Оны қазір сіздерге көрсетемін. Мына бізде бір қабырғасы 3 сантиметр. Барлығына 3 сантиметр болады. Ал мына болса бізде 1,5 сантиметр осы. Ал осы қабырғасы бізде неше? Мұқаш кетші. Бізде ол 3 сантиметр. Ал осы асты 2,5 сантиметр. Асымыз біздің, мына болса ішіміз, или қарындығы. Мына болса екеуі аяғымыз, мына екі қолымыз. Міне, бұндай біреуі, осы жері 3,5 сантиметр. Осы жағы 1 сантиметр. Ал осы жағы бізде 2 сантиметр болады. Қазір енді біз бұларды керттіріп, маркермен басып шығамыз. Кетіріп болсаңыздар, қара маркермен баспай тұрыңыздар, потому что мына жаққа сіздер қазір бастарыңыздың түрін салып алғаныңыз келсе, если сіздер шаш жасап алғаныңыз келсе, мына жаққа сіздер челкасын жасап аласыздар, потом мына жаққа тағы сондай төрт жасайсыздар, бірақ осындай кубик емес, тек қана бір қабырғасын жасайсыздар и шаш жасайсыздар. Сосын мынаны жасап болғаннан кейін артына прикрепить етіп қоясыздар, әдемі болып тұрады сонда. Ал мына болса біздің футболка болатын жер, мына жаққа футболканың суретін саласыздар, бірақ сосын осы қолдарға осы жерлерді саласыздар, мысалы мына футболкасын зат болады. Қазір сіздерге көрсетемін. Сосын обязательно мына жаққа шалбарын қойып қойсыздар, шалбар жаққа былай. Мысалы шалбар болса, соғып қойсыздар. Потом мына шалбарыңыздың аяқтар болады. Бояй берсек болады. То есть суреттерін сала берсек болады. Асыназ кухняда отырса, мен сотканы қайта алады. Біз Асыназдың соткасы Samsung ясенка. Samsung пивой, сондықтан мен соткамен керек та. Мына Асыназдың бүгінгі таңертеңінде жасап жатқан еңбегін бағалап, қазақша каналды қолдап кетіңіздер достар. Бізге подписка жасап, достарыңызбен бөліп. Мынаны басуды ұмытпаңыздар. В общем, не жасап жатсың Асыназ? Алдында жасап едім ғой, ол жұтып қалып, қайта жасап. Әшейін сән қойдық қойсай ондай. Анау кеше Роми ма, Зоя ма, солардың киіміне ұқсайды деген не мынау ше? Роми, Зоя және Роми деген бар ғой. Қазір тек неде түсір жатқанша тренд болып жатқан. Солардың киіміне ұқсайды екен. Ол ше пицца жасайтын зат қой. Солар ма? Пицца не ғой это. Мына қазір көрсетемін. Roblox сияқты ма? В общем, осылай достар. Асыназ, в общем, у нас творческая. Творческая шығатын көреміз. Каналда соңына дейін болып, бізбен бірге болыңыздар достар. Телефонына жетіп кетейін, Асыназ.
Мен жасап болдым. Атын барысын неге ақын болады. Енді біз оны қиямыз. Аслында анау сыртын сәл не қылмайсың ба, шеттерін қара түсіп бүйтіп оградить етпейсің ба? Любой түспен огради, любой түспен, чтоб қанық болсын да ол. Қанықтау болып фотоя не істеп көрінбей тұр ғой. Достар, астыңызды мына мен қорқытқан ғой жаңағыдай арасын салып қойдым ба. Мен естіген бұл үйде бар екенін көрген, просто мен қорқа беремін. Просто неожиданно болып барды, бұл біраз болған қалған. Где-то шайдай алып. Мен бір көргенде шынымен шаштай үшемен жұмыртқаның несін жақ қойған басырдым, живой болсын деп. Астынан совкусом жұмыртқа шайын қалай болды екен. Вообще это паук. Паук, ага. Какой-то закрин. Она сын сияқты қорқып. Какой шашқыл езіп. Кішкене сен развеять етін. Бүйтіп, андай бір сарында не істеп жатырмын. Адреналин болған. Несек үшер көп қойма тағы. Маша, алатын кезде. Енді шашамен таңдаумен Мен жаңа памятка алған кезде уже басын қиып тастадым. Қазір оны қалай бітіргенімді көрсетемін. Бірінші барлығын қиямын. Енді қазір дайын болған кезде, наверное, не істейміз, жүреміз, пока не істей бересің ба? Қырық дайындай бер. Болды. Енді бізде осылай қалды. Біз оларды дебат етеміз. Бірінші аты біз осылай как бы осы жақтарымыз дебат етіп, қай жерде сызық бар, сол жерлерді дебат етіп керек. Потом бізде бас осындай шығу керек. Сен осындай головной убор жасадың. Осындай кепка болады бізде. Ал енді қолды көрсетейік. Осындай. Осылай. Астында сөйтіп. Өстіп. Все. Енді қолымызды дәл сондай болып шығу керек. Нормально. Енді барлығымен осылай жасап шығу керек. Аяқ. Оның аяғы. Қолмен бәрі тек қалды. Көрсетемін. Қазір. Клею оңай зат. Бірінші мен бастаймын көпшіліктен. Осы жерін жаңағы. Мен порядка қылып түсіндіре алмай так что кешіріңіздер. Енді көруге дайынсыздар ма? Менің қолымда қазір. Қандай әдемі, қараңыздар. Өте әдемі осылай отыра алады. Маған қатты ұнап тұр, осылай болып шығады сіздерде. Мына осы кепка алынады. Мына өстіп алынады. И кигізе алынады. Осындай күшті кепка. Маған қатты ұнап тұр осындай кепкасы. В общем, міне дайын болыпты Асланамыздың человечигі. Түрі прям мило. Пока что оны өшіріп қойдым, қазір көрсетемін. Хорошо, не деп жазғасын үстіне? Roblox. Қараңыз, ол еще алынады кепкасы. Шапочкасы ма? Вау. Жаңа жылға Тайни Сантаға біреуге берсең болады екен. Мама ондай Тайни Санта болып кетті бізде. Ламинированный, в общем. Міне
Міне арты да осындай әдемі. Прям аяқтарында бүйтіп не істейді, иә? Отыра Отыра алады. Вот такое изобретение у нас получилось. Kan? Алдысы. Еще перчатки бар екен ғой. Пальцы. Достар, сіздер де осылай жасап көріңіздер, комментте жазып кетіңіздер. Менде жасалды деп или фотосын жіберіп кетіңіздер. Я, пока, достар, сау болыңдар.